Allah Tağаланың елшісі бұл дұғасын Allah Tağаладан кешірім сұрау дұғаларының мырзасы деп атаған. Аллахума анта Rabbi, Allah'ım sen менің Rabbімсің. La ilaha illa anta, сенен басқа құдай жоқ. Халақтани, сен мені жараттың. Ва ана абдук, және мен сенің құлыңмын. Ва ана ала ахдика ва бағдика мастатуқту. Сондай-ақ мен шамам келгенше саған деген сертімдемін, және де саған деген уәдемдемін. Әғузу бика мин шарри ма санахту. Істеп қойған, өндіріп қойған мына ісімнің кесірінен, жамандығынан өзіңе сыйынамын. Абу улака би ниғматика алейя. Маған деген күллі нығметтеріңді мойындаймын. Ва абу уби земби. Істеп қойған күнәмді де мойындаймын. Фағфирли. Кешіре көрші Раббым. Фа иннаху ла яғфиру зунуба илля анта. Расымен де күнәларды сенен басқа ешкім кешірмейді ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім осы дұғаны шын жүрегінен сеніп күндіз айтқан болса, сөйтіп кешкі уақыт кірмей тұрып дүниеден озып кетсе, онда ол жәннаттық болады дейді. Ал кімде-кім бұл дұғаны шын жүрегімен сеніп түнгі уақытта айтқан болса, таң атпай тұрып өмірден озып кеткен болса, онда ол жәннаттық болады дейді. Міне құрметті жамағат, Аллах Тағала осындай дұғаларды шын жүрегімізден айтуымызды нәсіп етсін, және де осындай дұғалары арқылы дүниеде де ақыретте де өзінің разылығына жеткізе көрсін бәрімізді.